Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен мінсіз құймақтың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде осы құймақты дайындауға кеңес беремін. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ әрі дәмді болып піседі. Ингредиенттердің мөлшерін описанияда қалдырамын. Ендеше кеттік. Алдымен 2 жұмыртқамызды жарып, 4 үлкен қасықпен қант қосамыз. Оның үстіне шым-шым тұз сеуіп, жақсылап араластырамыз. Содан соң 1 немесе 2,5% кефир қосамыз. Кефир міндетті түрде бөлме температурасында немесе жылы болуы тиіс. Содан соң венчикпен жақсылап араластырамыз. Ал ұнымызды илектен өткізіп, бір-бірден қосып отырып араластырамыз. Барлығын салып болған соң, ас содасын қосып, сода жақсылап сіңуі үшін 10 немесе 30 минутқа қойып қоямыз. Мінекей, қамырымыз дайын. Енді табамызға 1 үлкен қасықпен құйып отырып, 3-4 минуттай ұстап тұрамыз. Үстінде тесіктер пайда болған кезде ар жағында аударып, оны да 1-2 минуттай пісіреміз. Мінекей, өте дәмді әрі өте нәзік, жұп-жұмсақ болып пісетін құймақтарымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Тамашалағандарыңызға рахмет. Видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпа. Инстаграм каналыма да тіркелуді ұмытпа.